Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Оразаларың қабыл болсын. Бүгін бізде обновление болды, жаңа сұрақтар көп кездесіп отыр. Соны талқылауды бастайық. Достар, бұл тест алғыларыңыз келсе 4500 теңге 2 айға сізге жеңілдік бойынша алып бере аламын. Ол үшін описанияға менің номерім тұр, немесе сілтеме арқылы тіркеліп өздеріңіз сатып алуларыңызға болады. Ал бастайық. Велосипедшілерге жиектер бойынша қозғалыс рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі, тыйым салынады. Егер жаяу жүргіншілердің қозғалысына қауіптілік жасаса, тыйым салынады. Дұрыс жауабы бізде С болады. Міне. Қай белгі басты жолдың аяқталуы деп аталады? Әрине, бізде 5-ші белгі, 5-ші белгіні табайық, Д жауабы. Келесі сұраққа көшейік. Жаяу жүргіншілерге осы белгімен белгіленген жолмен жүруге рұқсат етілген бе? Рұқсат етілген, тыйым салынған, тротуар жаяу жүргіншілер арналған жол немесе жол жиегі болмаған жағдайда рұқсат етілген дейді. Дұрыс жауабы бізде С болады. Келесі сұраққа көшейік. Медициналық сұрақ. Қарапайым алғашқы көмек көрсету шараларының кешені неліктен орындалатынын көрсетіңіз дейді. Жәбірленуші тірі қалдыру үшін, ауыр асқынулардың дамуын болдырмау, жоғарыда келтірілген барлығы дейді. Зақымдаушы факторының әрекетін тоқтату, жәбірленушінің өміріне қауіп төндіретін себептерді уақытша жою дейді. Ал енді дұрыс жауабы ол бізде жоғары келтірген барлығы дейді. Дұрыс жауабы болып келеді. Мұнда кішкене дұрыс оқи алмағаным, әріптер алыста орналасқанда, менің камерамнан алыс орналасып тұрып, дұрыс көрмей жатырмын әріптер. Сондықтан ренжімеңіздер достар. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы ескертеді? Ескерту белгісі бізде бассейн немесе жағажай дейді. Жоқ. Ашылмалы көпір жақындау туралы. Жоқ. Жағалауға шығу туралы дейді. Әрине С дейді. Дұрыс жауабы С болады. Бүгін бізде өте көп медициналық сұрақтар келіп отыр екен. Буын шығуының белгілері дейді. Аяқтың ауруы, жалпы әлсіздік, көздің қарауытуы дейді. Жанға батарлық ауырсыну, ісіну, патологиялық қозғалмалық. Келесі, дененің зақымдалған бөлігінің жағдайын өзгерту кезінде ауырсыну күрт артады дейді. Әрине С болады жауабы. Міне. Чаттап отырыңыздар, өздеріңізге скриншот жасап сақтап отырыңыздар достар. Қандай жол белгілері ең жақын қиылысқа дейін қолданылады? Құрметті оқырмандар, осы сұрақтың жауабын комментарияға жазыңыздар. Мен тексеремін, содан кейін келесі видео саламын, сол кезде міндетті түрде осы сұрақты талқылап, дұрыс жауабын жазып жібереміз. Ал тексеріп көрейік сіздерді. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі? Жол таңбасына қарайық, тағы да бір анимациясын қосайын. Ортаңғы жолақта тура және солға дейді. Бірақ сіздің сол жағыңызда көлік болмаса, онда сіз тек тура бағытта жүру тиіссіз. Сондықтан жауабымыз тура дейміз. Жауабы А болады достар. Қауіпті учаскінің басына дейін қандай қашықтыққа елді мекеннен тыс жерде бұл жол белгісі орнатылады? Достар, ескерту белгісі елді мекенде 50-100 метр болады жауабы. Белгілеп қойын былай. Елді мекенде ескерту белгісі 50-100 метр. Елді мекен тыс жерде 150-300 метрде
орнатылады. Сіздерді қауіптілік бар екенін ескертеді. С дейміз жауабы. Қандай жағдайларда тіркемеге алынған автокөліктегі апаттық сигналы қосылу болу керек? Апаттық дегеніміз ол аварийка ғой. Мынандай әр көлікте мынандай үш бұрышты сигнал болады, машинада мынандай безіп тұрады. Сол көлік сүйрейсіңдер ғой, мысалы. Екі көлік. Біз мына бағытта келе жатырмыз, міне екі көлік. Троспен жалғап сүйреп жатырмыз. Алдыңғы көлік ол бізде авариялық шамды қоспайды. Апаттық сигналды қоспайды. Артқы көлік міндетті түрде қосу керек. Күндіз де, түнде де ол ақпарат береді басқа жүргізушілерге бұзылып қалғаныңызды, сынып қалғаныңызды білдіреді. Сондықтан мұнда тек көріну жеткіліксіз жағдайларда, тек түнгі уақытта, тіркеу жүргізу барлық жағдайларда. Жауабымыз бізде С болды. Достар, тіркелуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде және де комментарияны көбірек жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер, кім емтихан тапсырып жатыр. Және де осы описанияда, видеоның астында менің жеке номерім бар. Скидкамен сіздер осы тест алуларыңызға болады. 4500 теңге 2 айға болады. Жүргізушілердің қайсысы қиылыстан өту ережелерін бұзды? Енді қиылысқа қараймыз. Қиылыста бағдаршам жоқ. Значит, реттелмейтін тең мағыналы қиылыс болып келеді. Тең мағыналы қиылыста оң жақтағы көлікке жол беру керек. Сонда жүргізуші қайсы қиылыста өту ережелерін бұзды десе, көк көлік. Көк автокөлік жүргізушісі дейміз міне. Себебі оң жақтағы көлікке жол беру керек. Қара автокөлік жүргізушісі басып озуды дұрыс орындады ма? Суретке қараймыз тағда. Мұнда басы жолдың белгісі орнатылып тұр. Мұнда иә дейміз. Қара автокөлік жүргізушісі басып озуды дұрыс орындады ма? Иә, әрине. Егер де сізде басқа белгі орнатылса, тең мағыналы қиылыс немесе жол беріңіз деген белгі болса, онда қиылыстың өзінде озуға тыйым салынады. Күйікке не қолдануға болады? Медициналық сұрақ. Қолыңызды күйдіріп алғанда не жағасыз? Өсімдік майы. Сода, уксус, ойбай. Сода, уксус қойсаңыз қолыңыз күйіп кетеді. Бөлме температурасындағы су дейді. Әрине, тек сумен ғана сіз күйген жерді жасайсыз. Келесі сұрақ. Ақылы автотұрақ ақысын төлеуден жалтару үшін айыппұл. Короче, бір сөзбен айтқанда, сіздер тұраққа көлігіңді қоясың да төлемей кетіп қаласың ғой. Сол кезде штраф сізде 3 МРП болады міне. Келесі сұрақ. Берілген белгінің астында орнатылған тақтайша көрсетеді дейді. Мүгедек таным белгісі орнатылған көлік құралдарының тоқтап тұру орны. Қиылыстар арқылы өтудің басымдылығына иелік ететін көлік құралының жол бермеу мына мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады. Бір сөзбен айтқанда, егер де сіз басты жолдағы көлікке жол бермесеңіздер, онда 15 МРП болады сіздерде. Көрсетілген белгілердің қайсысы барлық көлік құралдарының қозғалысына тыйым салады? Бірінші белгі кіруге тыйым салынады, екіншісі қауіптілік деген белгі, апат болған кезде орнатылады, сізге мүлдем жүруге тыйым салынады дейді. Сонда жауабымыз 2. Барлық көліктерге осы белгіде жүруге тыйым салынады. Құрметті оқырмандар, осымен бүгінгі сабақ бізде аяқталды.
міндетті түрде лайкты басып, комментарий жазыңыздар.